Неге балаңызға дәл ниш мектебін және дарын онлайн курсын таңдадыңыз? Енді біздің елімізде ниш ең жоғарғы жақсы оқу орындарының бірі деп білемін өзім. Сол үшін әр ата-ананың өзінің баласының жақсы жерде жүргенін қалайды деп ойлаймын. Сол үшін бірінші кезекте біз нишқа өтініш білдірдік, ништі таңдадық. Енді басқа да оқу орындарына әрине өтініштерімізді білдіріп қойғанбыз. Биыл жаңағы дарын деген сияқты басқа да оқу орындарына. Бірақ нишқа түскен кезде қуанып, осы ништі таңдап, басқа жаңағы биылға осы 17 мамыр күні баруымыз керек еді негізі. Бірақ Алматыға шақырылғаннан кейін бізде екі ой болды, шыны керек. 17-сі экзаменге барамыз ба, әлде 17-сі жолға шығып кетеміз ба деген. Сонымен біз ништі ақыр таңдағаннан кейін 17-сі күні Алматы қаласына жолға шығып кеттік. Сіздермен осындай жеке сұхбаттасып, бірге көрейік деп. Онлайн оқыдық қой енді. Енді офлайн сіздермен танысайық, офлайн түрде сіздерді көрейік деп, сол мақсатпен Алматыға Тараз қаласынан ат терлетіп келіп отырмыз. Енді баламыз Аллаға шүкір нишқа түсті. Енді сол үмітіміз ақталып, әйтеуір сол ништі жақсы жоғары деңгейде оқып бітіреді деген үмітіміз бар енді ары қарай. Біз осы Бекасыл 5-ші сыныпты бітіріп 6-шы сынып екеуінің ортасындағы жазғы каникулда әйтеуір жақсы жерді біле берсін, көре берсін, нишқа барып көрсін бала, нишпен таныссын, оқу ордасы қандай мысалы біздің Тараз қаласындағы ниш өте сондай әдемі, адам қызығады, жалпы қараған кезде сөйтіп көрсін, сол жақсы жерді бассын деп былтыр ақылы түрде 10 күндік лагерінде сатып алдық. Балада уже мотивация болсын, болашақта қай жерге түсетінін көрсін, қай жерде жүретінін көрсін деп былтырғы жазды 10 күндік лагерін сатып алып қатысты, көрді. Сол жерде де ол да бір мотивация болды балаға. Қуанып келді, лагерге қатысқаны ұнады. Мама, өкінбеймін қатысқаныма, мен мына нишқа түскім келеді деп. Маған өте ұнады ниш деп. Сөйтіп ол да бір мотивация болды. Аллаға шүкір, нишқа түстік.